Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану пәні 2 сынып. Жанды табиғат бөлімі өсімдіктер. Өсімдіктер тіршілік ортасына қалай бейімделеді? Өткенді пысықтау. Өсімдіктердің қандай жер асты және жер үсті бөліктері бар? Жер асты бөлігіне тамыр жатады. Жер үсті бөліктеріне сабақ, жапырақ, гүл, жеміс, тұқым жатады. Өсімдік топтары өздерінің тіршілік жағдайларына байланысты қалай аталады? Жарық сүйгіш, жылу сүйгіш, көлеңке сүйгіш, суыққа төзімді, ылғал сүйгіш, құрғақшылыққа төзімді. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Бұл қызанақ, оның тамыры қысқа болады. Ол тамыры арқылы сабақ шығады. Сабақтан жапырақтар пайда болады. Жапырақтардан кейін гүлдер пайда болады. Сол гүлдер арқылы түйнек пайда болады. Әрі қарай ол үлкейіп піседі. Балалар, суретке назар аударайық. Бұл жерде қызанақ, лалагүл, жантақ суреттері көрсетілген. Салыстырып қарайық, осы өсімдіктердің тамырларын салыстырайық. Қызанақтың тамыры қысқа болып келеді. Ол үнемі суарып отырамыз. Лалагүл суда өседі. Сондықтан оның тамыры жіңішке, әлсіз келеді. Жантақ шөлді жерде өседі. Тамырының ұзындығы 15 метр, тереңдікке жетеді. Құрғақшылыққа төзімді өсімдіктердің тамыры ұзын болады. Өсімдіктердің тіршілік ортасына бейімделуі. Өсімдіктер әртүрлі тіршілік ортасына бейімделу арқылы өмір сүреді. Олардың қоршаған ортаның жағдайлары, су, жарық, топырақ, температура, бейімделу қасиеттерін дамытады. Бейімделу өсімдіктердің қоршаған ортаға лайықты құрылымдық және физиологиялық өзгерістерін қамтиды. Шөлді аймақ өсімдіктерінің бейімделуі. Жапырақтары тікенекке айналған немесе өте кішкентай, сабақтары қалың, су жинауға бейімделген. Ұзын тамыр жүйесі арқылы терең жерден су іздейді. Мысалы, кактус, алоэ. Орман өсімдіктерінің бейімделуі. Биіктікке ұмтылады, күн сәулесіне жетуге талпынады. Жапырақтары үлкен, жарыққа бейімделген, тамырлары кең жайылған. Топырақтан қоректік заттарды алады. Мысалы, шырша, емен ағаштары. Су өсімдіктерінің бейімделуі. Сабақтары икемді және жұмсақ. Жапырақтары кең және жеңіл, суда жүзуге бейімделген. Қысқа тамырлар арқылы судағы минералды сіңіреді. Мысалы, лалагүл, қамыс, тұңғиық, таулы аймақ өсімдіктерінің бейімделуі. Қысқа бойлы, желге төзімді, қалың жапырақтар мен беріктікке бейімделген қабықтары бар. Тамырлары тасты топырақта өсіп-өнуге бейімделген. Мысалы, тау қылқаны, альпі гүлдері. Батпақ өсімдіктерінің бейімделуі. Аэрациялық ауа өткізгіштік тіндері бар. Тамырлары судың астында дем алуға қабілетті. Су өткізбейтін жапырақ қабаттары бар. Мысалы, қамыс, қияқ. Қорытынды, өсімдіктер тіршілік ортасына бейімделу арқылы өмір сүру қабілеттерін арттырады. Әртүрлі ортада тіршілік ету үшін өсімдіктердің құрылымы мен физиологиялық қасиеттері өзгеріп, қоршаған ортаға бейімделеді. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.